Құрметті оқушым, бұл өте оңай, жеңіл. Мәтін есеп берілгені мынадай. Таразының бір табағында 6 мандарин, ал екіншісінде 2 қарбыз жатыр. Егер мандариндерге бір қарбыз салса, таразының басы теңеседі. Бір қарбыздың салмағы неше мандаринге тең? Айталық, мынау таразының бірінші жағы, мынау екінші жағы. Бастапқыда бізде 6 мандарин болды бір жағында, екінші жағында 2 қарбыз болды. Осылай жасайық. Енді мандариндерге бір қарбыз салса, мынаған бір қарбызды қоссақ, таразының басы теңеседі. Екі жақ тең болады екен. Енді біз біліп тұрмыз, 6 мандарин қосу бір қарбыз дегеніміз, мына оң жағында 2 қарбыз дегеніміз, ол бір қарбыз қосылған бір қарбыз, иә? Сонда мына бір қарбыз бен мына бір қарбыз өзара тең. Демек, мына бір қарбыз ол қалған 6 мандаринге тең болу керек. Сонда жауабы бір қарбыз 6 мандаринге тең. С болады екен.